Сәлем достар, бүгін сіздермен өзімнің жазған тредстегі ойым жайлы талқылағым келіп тұр. Яғни ол менің осы 24 жасымның қалай өтуіне байланысты болған еді. Мен ол жерде былай жаздым: мне 24 и очень болезненно проходит у меня этот возраст деп жазған болатынмын. Өкінішке орай, білмеймін, менің веткам жақсы атып кетті. Себебі мендегі бұл боль менде ғана емес та. Мен түсіндім, что көптеген 25-ке келе жатқан қыздардың болі 25-ке дейін мен ештеңе үлгермедім деген сияқты. Из-за этого бізде сондай болезненно өтіп жатыр 24 жасымыз. Шынымды айтсам, мен өзімнің өмірімді осыған дейін тек қана 25 жасқа дейін ғана елестеткен екенмін. Мен өзімді қазір анализировать етіп қарасам, форумдарға барғанда қаншама ол жерде тапсырма береді: сендер осындай жетістікке қанша уақытта жетулерің керек деген сияқты. Біреулер 60 жасқа дейін дейді, біреулер 40 жасқа дейін. Мен 25 жасқа дейін бәрін өзіме потолок пик успехтардың бәрін қойып алатынмын. Почему-то менің ойымда 25-тен кейінгі менің өмірімнің видениясы болмады. Менің өмірім 25-ке келіп тіреледі, потолок сол болды деп ойладым. То есть менің ойымда 25 жастан кейінгі анара қандай болады деген даже визуалды түрде мен өмірімді көре алмадым. Сондықтан мен қатты асықтым. Мен 25-ке дейін үлгерейінші. Мен үй алып үлгерім керек, машина алып үлгерім керекпін. Мен өзімнің адамды кездестіріп үлгеру керекпін. Барлығын мен 25 жасқа дейін үлгеру керекпін деген сияқты. Хотя реалистік көзқараспен қарайтын болсақ, қазіргі таңда машина и барлығын наличкаға өз адамды кездестіре салып, оның барлығы былай орындала салатын зат емес. Оның барлығына уақыт керек. Оның бәріне өз жолыңды табу керексің бірінші. Одан кейін одан тәжірибе жинау керексің. Өзіңнің уақытыңды, энергияңды вложиться ету керексің ол іске, чтобы ол іс саған ертең үй, машина беру үшін деген сияқты. Біз 20 жаста енді ғана өзімізді іздеп жатырық қой негізінде. Мен өзіме сондай талап қойып алдым да, өзімді іздеп жүріп, пик болып мен осының бәрін істеп ұстауым керек деген сияқты. Яғни менде ожидание реальность болды. 25 жасқа дейін мен қалай да үлгерім керек деген сияқты. Сондықтан мен барлығын 25 жасқа дейін жасауға қатты асықтым. И осы асыққанның кесірінен менде ештеңе болған жоқ. Получается, мен 25 жасқа дейін бәрін үлгеруім керекпін, бәрін істеп үлгеру керекпін деген ожиданиемнің арқасында мен асықтым, қатты асықтым. Бір іс істеп жатқанда, жұмыс жасап жатқанда мен асығып істейтінмін. И соның кесірінен менде ешбір проектім қайта айтсам екен болмады да. Яғни мен қатты асыққаным соншалықты, мен бір уақытта бірнеше проект істейтінмін. Так, мен мына жақтан Каспий магазине товарым сатам, мына жақтан обучениемді өтем, мына жақтан әнімді шығарам, мына жақтан тағы бір проект шығарам. Соның барлығын мен бір уақытта бүйтіп асығып істедім да. Яғни фокус менде шашырап кетті да, асыққаным соншалық. Я хотела, чтобы максимально больше дохода бүкіл жақтан соның барлығын істей берем де болады, параллельно и барлығы маған ақша алып келеді, соответственно мен үлгерем де болады. Хотя менің фокусым 4 жаққа, жан жаққа, 5 миллион жаққа шашыраған соң, соответственно ешқайсына нормальный фокус жетіспеді. Менде ешбір проектіме нормальный фокус бөле алмадым. Из-за этого менде распыление болды. Яғни расфокус болды. Мен бір проектім өнбеді соңында. И получается, ешбір проектім болмады. Хотя маған осыған дейін бәрі айтатын ғой, қайда асығасың, не бір басыңа 5 проект алып алғансың деген сияқты. Үлгересің ғой, бәрін жаймен асықпайсың. Жоқ, мен үлгерім керек, мен істеп үлгерім керек деп мен асығатын, соңында ештеңе де болған жоқ. Содан менде осы 24 жасымда өте қатты депрессия болды. То, что менің ожиданием реальностью совпадать етпеді. То есть мен реальностью ожиданиями совпадать етпеді. То есть мен ожиданиемде ойбай, сұмдық анарканы елестеттім да. То есть сондай істеп ұстаған бәрін. На самом деле менде ешқайсысы болған жоқ та. Из-за этого маған өте қатты қиын болды, ауыр болды бұның барлығын. Ең қиыны бұл нәрсенің барлығын қабылдау қиын болды. То, что мен 25-ке келе жатырмын, және де мен ешқайсысын үлгермедім. И осы факты қабылдау маған өте қиын болды. Өте ауыр болды, прям болезненно өтті менің осы 24 жасым. Қазір мен өзімнің жасымды толықтай қабылдадым, алайда бұл маған оңайға соққан жоқ.
Мен қазір түсіндім енді, что 25-тен кейін де өмір бар, бәрін асықпай істеуге болатынын. Алайда мен қалай қабылдадым деген сияқты. Бұл да оңай болған жоқ. Ол бойдан өту керек просто. Нужно проживать это. То есть қазір жылағың келіп тұр ма, жылап ал. Жатқың келіп тұр ма, жат. Аңырап жылағың келе ма, жастықты құшақтап аңырап жылап ал. Мен сөйттім, ол басқа никак біз бұл больды емдей алмаймыз. То есть ол боль келді ма, болды, оны проживать ету керек. Солай ғана ішіңдегіні шығарасың, ойланасың, анализировать етесің, түйесің, бір ой түйін пайда болады, сөйтіп қабылдайсың соңында. То есть оның андай бір волшебная палочка, лайфхак, онда ештеңе жоқ, что ол больдан қалай өту керек, или же қалай өз жасымды қабылдауға болады деген сияқты. Одан ешқандай лайфхак жоқ. Оны просто қабылдау керек и все. Негізі бізде мынандай шаблон бар да, қыз 25 жасқа дейін тұрмыс құру керек, 25-тен кейін уже 30-ға таққанда ешкімге керек болмай қалады. Также бала туу, 30-да бала туа алмай қалады. Баланы сол жаңағы 30 жасқа дейін, желательно сол 25-ке дейін бірінші баланы туып алу керек деген сияқты. Сондай шаблондар бізде өте көп та, қыздарда. Из-за этого біз өмір өз-өзімізбен бороться етіп жүреміз, шынымды айтсам, әрбір кезеңде. Мысалға, менің осы жазбамда, тредсімда бір қыз жазып қойыпты. Сен 25-ке келем деп жылап жатсың, мен 29-дан 30-ға келем деп жылап жатырмын дейді. И мен сол кезде түсінімді капец деймін да, то есть гарантия жоқ, ертең мен мысалға 30 жасында қалай қабылдаймын деген сияқты. Сол сияқты ол тек қана менің 25 жастағы болым емес, бұл әрбір кезеңдегі қыздардың болі сияқты. То, что бізде өте көп жүк, өте көп жауапкершілік, біз бәріне үлгеру керек, біз ақша тауып та үлгеру керек, біз машина алып, үй алып, ата-анамызға көмектесіп, шетелге шығып, дамып, оқып, білім алып, бала туып, үйленіп, өз адамын кездестіріп, өте көп жауапкершілік та бізде. И ол жауапкершіліктерді бізге шаблондап, белгілі бір уақыттарға дедлайн қылып қойып қойғанда, вот, болды, сен 30-дан кейін өтпейсің, или же 30 жасқа дейін туып алу керек деген сияқты. Кім? Ол бала туу деген ол өте үлкен жауапкершілік. Біз айтпаймыз ғой, ойбай, мен 30-ға келіп қалдым, барып туып алайын деп. Барып кез келген жігіттен барып туып алмаймыз. Бала деген ол жауапкершілік. Ертең оған қандай әке болады, біз оның барлығын ойланамыз. Қоғам бізге оның барлығын оңай сияқты қылып іліп қойғанда, что сен 30-ға дейін туу керексің, 25-те тұрмыс құру керексің, то есть үй алуың керексің, машина, тұрмыс құрғанға дейін үйің, хотя бы үйің болсын деген сияқты. Қазір өте көп та, ол нәрсе үйің болу керек, хорошо, ол это же нелегко. Тем более Алматыда квартираның бағасы космоспен бірдей деуші, Марсқа ұшып келумен бірдей. Жыл сайын сен әні-міне деп ақшаңды жинап енді алам деген кезде квартираның бағасы қайттан қымбаттап кетеді. То есть сен бұл нәрселердің шешімін тауып ізденіп жүргенде уақыт өтіп жатыр, да? Из-за этого соңында депрессия болып жүреміз, да? Почему у меня не получается деген сияқты. Сондықтан, егер осыны көріп, мен білмеймін, бұл менің видеомды үлкен кісілер көреді ма, көрмейді ма, алайда біздерді, қыздарды ондай шаблондармен шектеп қажет емес. Қазіргі қыздар өте саналы, өте білімді, өте ақылды, өте әдемі, өзіне қарайды әрбір қыз, және де біз үйлену тақырыбына болсын, бала туу тақырыбына болсын, өте үлкен жауапкершілікпен қараймыз. Себебі біз білеміз, ол оңай қадам емес екен, оңай зат емес екен. Также үй алу, машина алу, екінің бірі алып бай болып кетпей ма, если ол оңай болатын болса. Біз деген барынша қалай көп ақша тапсақ екен деп тырысып жүреміз, құлаймыз, сүрінеміз, қарызға батамыз, қайттан орнымызға көтерілеміз да, қайттан ақша тауып бастаймыз. То есть оның барлығына уақыт керек. Сондықтан енді айтуға оңай, ол шаблондарды тыңдамайық, өзімізбен рахаттан өмір сүрейік деп айтсам, қазір айтуға оңай. Бірақ та мен өзімнің осы жолымда түсінгенім, асықпау керек. Мүлдем асықпау керек. Мен қазірдің өзінде мен андай более спокойная и сондай болдым да. Бұрында мен алып ұшып тұратын едім да, деп андай спонтанно бірдеңе болды, кеттік, все, жасаймыз, давай, болды, ақшасын төлеймін, намен келсем, проект бастаймыз деген сияқты. Қазір мен ондай емеспін. То есть мен қазір бірінші ойланамын, сабыр, Анар, сабыр. Сен бірінші мына жұмысың бар, бірінші осыны реттеп ал. Сен қазір білесің, мына проектін шығарайын деп жатсың. Сен бір идея келсе да, допустим, да, мен оны алып қазір все деп реализовать ете салмаймын.
яғни мен айтам, сен қазір әлі мына әніңді шығарайын деп жатсың, подожди, асықпа, өмірің әлі бар, үлгересің. То есть мен уже өзімді сабырға шақыруды үйрендім, асықпауға. Мен бұрында өзім жеп қоятын, просто ойыма келген идеяны тез іске асырмасам да, қазір түсінемін, что бәріне толыққанды фокус керек, асықпай рет-ретмен істеу керек деген сияқты. Бізде тіпті айтады ғой, идея келді ма, 24 сағаттың ішінде орындамасаң болды, ол уже идея басқа адамға беріледі деген сияқты. Ой, бұл сөзді вообще прям ұмыта салыңыздар. Из-за этого қаншама жастың то же самое ожидание реальность. Барлығына уақыт керек. Қайдағы 24 сағатта сен не істеп үлгересің? Ол идеяңды максимально сен ізденіп қана үлгересің, қалай бастауға болады, не істеуге болады. Прям, кірісесің, иә? Бірақ та 24 сағаттың ішінде бәрін вау қыла алмайсың ғой, оның бәріне уақыт керек. Поэтому мен осы идея келді ма, 24 сағаттың ішінде іске асыру дегенге прям қарсымын. Қарсымын дегенде қарсы емеспін. Просто оны андай қылмау керек та. 24 сағаттың ішінде болды, мен келмес деген жоқ, оның бәріне уақыт керек. Сол сияқты мен қазір ендігі келген өзіме идеяларды, енді мен түсінеді деп ойлаймын. Қазір тем более бізде мүмкіндік көп, неше түрлі идея келеді. Может, мынандай істеп көрем, может, мынандай істеп көрем, осындай істеп көрем деген сияқты. И мен қазір өзімді осындай кезде сабырға шақырамын. Сенің бірінші мына проектің бар, иә, осы магазинің бар, давай бірінші осыны стабильностьқа келтіріп алайық, фундаментін істеп алайық, что бұл өзімен өзі саған бірінші белгілі бір доходқа жетсін. Я соған жұмыс жасаш, пока что сен мына жағыңды реттемей, мына жақтан не істейін деп жатсың деген сияқты. То есть мен өзім солай сабырға шақырамын. Окей, осыны істедім, магазиннің стабильность бәрі кішкене тұрақталды. Енді мен өзімнің әнімді шығаруға дайынмын. Әнімді шығарам, жаңағыдай продвигать етем өзімді. Содан кейін барып келесі проекттеріңді реализовать ете бересің деген сияқты. Мен қазір өзімді солай барынша сабырмен, асықпай, прям оны толықтай қабылдаймын. Бұрынғыдай алып ішіп, ойбай, мен істеуім керекпін, үлгерім керекпін деген нәрсе менде асығыстық жоқ. То есть мен қазір барлығын, как будто моя жизнь только начинается, енді басталып жатыр. То есть менің осыған дейінгі опытым, осыған дейінгі жинаған білімім бәрін алып келдім, соның барлығы менде бар, и менің өмірім енді басталып жатқандай. И ойлаңызшы, сіздің өміріңіз енді басталып жатыр да, бірақ сіздің басыңызда түк жоқ емес. Бойыңызда түк жоқ емес, сізде опыт бар, сізде осыған дейінгі ізденген білімдеріңіз бар. Соның барлығын алып, прям бастау. Это же кайф же, асықпай, өмірім енді ғана басталып жатыр деген сезіммен өмір сүру. Солай мен жақында ғана өзімнің жылап әйтеуір көндім. Енді уже тақалып жатыр, уже скоро мой день рождения. Құдай қаласа 25-ке толамын, және де өзім жасымды қабылдадым 25-ке толатынымды. И 25-тен кейін де өмір бар екенін түсіндім. Және де мен өзіме айттым, Анар, это самое время творить и сверкать. Так что өмірің енді ғана басталып жатыр, әлі жап-жассың ғой депші. Мне уже 25 емес, маған енді ғана 25 жас деген сияқтышы. Солай барлығын өзгерттім. Қатты есейіппін осы уақыттың ішінде, қатты есейгенімді түсіндім. Осы уақыттың ішінде бұрынғыдай розовый очки, және де асығыс өмір ондай жоқ, просто расслабленно, асықпай, бәрін ритмен. Самое главное, я сама знаю, на что я способна, қолымнан не келетінін, қаласам не жасалатынын бәрін білем. Ешкімге ештеңе доказать етіп қажет емес. Бәрін асықпай, рет-ретмен жасайтын боламын.